Ал, саламатсыздар ма оқушылар? Қалай жадыларың, жақсы ма? Иә. Қалай демалдыңдар демалыста? Жақсы демалдым. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Енді бізде біраз болды сабақ өтпегенімізге. Демалыстан келдік, жарыстан келдік. Енді сабағымызды бастаймыз. Уақыт созбай бірден сабағымызға көшейік. Қазір біздің бірінші істейтін жаттығуымыз алдыңғы тақырыптарды бір-бір қайталап өтеміз. Қазір біз актер шеберлігіне қатысты жұп-жұпқа бөлініп, қазір айна деген тапсырманы актерлық шеберлікке арналған жаттығуды жасаймыз. Айнаны білеміз ғой, бәріміз? Иә. Бәріміз білеміз. Бірақ құр білген болмайды балдар. Қазір соны күшті қылып, жақсы қылып жасау керек. Мақма, мен қазір қарап отырам. Кім күшті жасайды, кімнің актерский күшті, кім қалып кетпей жасап жатыр. Былайша айтқанда, қысқасын айтқанда, кім жалпы жақсы істеп жатыр, қазір соны қарап анықтайтын боламыз. Сол үшін давайте қазір бәріміз бірге соны жақсылап жасаймыз. Білмейтіндерің болса, мен қазір түсіндіремін. Түсінікті ма? Олай болса, жұп-жұпқа бөлініп, бір-бірімізге қазір қарама-қарсы отырамыз. Кеттік. Жұп-жұпқа бөлінейік. Лайсы, екі қыз бірге бола салыңдар. Екі қыз бірге болсын. Ерлен мен Хансұлтан бола сал. Дидар мен Алина. Бір-біріңе әдем болып қарап отырыңдар. Қазір былай жасаймыз. Мына беттегілер бар ғой. Мына бетте Раяна, Алинұр, Ерлен. Сендер адамның образын жасайсыңдар. Кез келген іс-әрекет, бірақ сендердің іс-әрекеттерің қызықты болу керек. Түсінікті ғой? И алдындағы адамдар сендер сол адамның айнасы болып жұмыс жасайсыңдар. Түсінікті ма? Ешқандай қысылмай, еркін, әдемі қылып жасаймыз. Жарай ма? Оқиғаларың балдар қызық болсын, сосын эмоцияларыңды күшті қылып көрсетіңдер. Түсінікті ғой? Ойнап жатқан кезде ана бір қызық қылып, бүкіл эмоция, реакцияларыңды көрсетіңдер. Көріп отқан көрерменге де қызық болады ол нәрсе. Сол үшін қызық қылып жасаймыз. Жарай ма? Кез келген оқиға. Кімнің анау қиялы, фантазиясы күшті, кімнің ойнап жатқан күшті, барлығын жан-жақты қарайтын боламыз. Қатылдар қазір Ерлен кез келген іс-әрекет жасайды, соны қайталамақ ма қазір? Жарай ма? Қолын көтерсе, қолын көтересің, күлсе, күлесің. Түсінікті ғой? Кеттік ал. Дайындаламыз. Дайынбыз ба? Иә. Бастаймыз, кеттік. Айталаймыз, Хансұлтан. Тез айталаймыз. Шын өмірдегідей жасаймыз балдар. Тамақ ішеміз ба, аузымызды ашып, шайнап, жұтып жасаймыз. Дауыс шығарсақ та болады, сөйлесек те болады арасында. Жеп атсыңдар, мысалға не істеуге болады ғой? Аузыңа бір ащы бір бәле кетіп қалды, иә? Қалып атсың, аузың ашып атыр, бір андай тамақ жақпай қалды, соның бәрін ойнатсаңдаршы. Сендер соны ойнатқан кезде мына түрлерің уже автомат түрде ойнайды. Сендер әшейін спокойно тамақ жеп, су ішіп дұрыс істеп атсыңдар. Бірақ заңдылық бойынша, сондай бір нәрселер болу керек. Қақтығыстар, конфликтілер болу керек та. Күшті болмау керек бүкіл оқиға. Жуынып атсың ба? Жуынып атсың ба? Су, мысалы, ыстық болып кетті, қолың күйіп қалды. Мысалға, бір бетің жуып атсың, көзің ашып кетті. Сондай бір қиындықтар, сәтсіздіктер арасына қосыңдар. Өздеріңді ойнатасыңдар ғой, бүйтіп ойнатқан кезде уже қызық болады да бізге де. Айна болғандар енді адам болады. Мирас адам болып істейсің, Баян, Хансұлтан, Дидар.
Сендер кез келген жаңа мен айтқан сияқты іс-әрекет жасайсыңдар. Қалғандарың солардың айнасы болып. Айнала сендерге де тапсырма. Сендер бір секунд болсын қалып кетпей жасау керексіңдер, қайталап. Тура солай. Басын оңға бұрды ма, сен де басыңды оңға бұр. Қолы былай тұр ма, сен де қолыңды былай қой. Барлық мынау детальға, майда шүйдеге дейін қарау керек. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Болды, дайындаламыз. Дайынбыз ба? Бастаймыз. Бұл жаса. Алғандарымызды жасаймыз. Бәріңді қарап тұрмыз. Камераға да түсіп тұрсыңдар. Вот, молодец. Мен айтқан бұлдар қалай болды? Күшті болды ма? Иә. Ұнады ма өздеріңе? Иә. Бұл жаттығудың неге пайдасы бар деп ойлайсыңдар? Біріншіден, онсыз да актерлық шеберліктері көрінеді балдар. Екіншіден, сендердің мынау зейін деген нәрсе бар ғой, білесіңдер ме? Зейін. Бір нәрсеге зейін салып қарау, бір нәрсеге мән беріп қарау деген нәрсе бар. Сол нәрселерің дамиды сендер. Неге? Өйткені сендер алдарында тұрған адамның іс-әрекетін басқа нәрсе ойлауға шамаларың болмайды ғой. Сол нәрсе адамға қарап тұрып, жаңағыдай іс-әрекетін қайталайсыңдар. Значит, сен сол адамға не істеп жатсың, қалай қарап жатсың? Зейін салып қарап жатсың. Ал актерларға бір нәрсеге зейін салу, тек бір нәрсеге ғана мән беру деген нәрсе өте маңызды. Басқа нәрсені ойламау керек актер сахнада рөл ойнап жатқан кезде. Көрдің бе, осындай бір шама нелері, пайдалары бар. Ал, олай болса енді келесі тақырыптарымызға көше берейік.